Саламатсыздар ма, қымбат достар. Мен міне Ақтөбе қаласындағы Саюри гүлдер салонындамын. Мен бұл гүлдер салонын керемет жақсы көремін, оны жасырмаймын. Әсіресе жаңа жыл алдында келген уақытта бұл салонның іші маған ертегілер әлеміндей ерекше әсер етеді. Шаршаған адамның жанына тыныштық береді. Керемет әдемі көңіл күй сыйлайды. Қанша жерден естияр тартып ересек болсақ та, балалық шақтың әлемінен елес беретін осы бір керемет көрініске қалай таңдана қарамайсыз. Қараңызшы, қаншама әдемі фигуркалар, түрлі түсті композиция жасайтын болсақ та, жаңа жыл алдындағы әсем патшалық іспетті. Осы Саюри гүлдер салонындағы әрбір ісмер, керемет шебер қыздарымыздың қолынан келмейтін нәрсе жоқ десек те болады. Қараңызшы, жаңа жылға қатысты тематикаға әртүрлі бұйымдарды алып, әдемі бір керемет композиция шығуда еріксіз қызығамыз. Адамдарға қараған заттың өзінен бақыт көре білудің өзі адамның жанына қуаныш сыйлайтындығы сөзсіз, сезініп көру керек тек қана. Желіммен жапсырып жатырсыз ғой, иә? Бұл жаңа жылдық композиция ма? Жалпы дайын бұйымның бағасы қанша тұрады? Енді қоясыздар бағасында. Бірақ қанша әдемі, керемет әдемілік. Мына бір әдемі үйді қараңызшы. Жаңа жылға арналған қандай гүлдер арасына болсын, дастархан басында бір әдемі композициямен қоятын, үйлестіріп қоятын болсақ, өте керемет болар еді. Мынау жаңа жылдық шыршаға ұқсас арукария дейтін бөлме өсімдігі әп-әдемі болып өсіп тұр. Жасанды шыршаны алып үйге жаңа жыл алдында бір құрғаннан көрі, немесе бір күн бір жеті тұратын шыршаны алып кейін лақтыра салғаннан көрі, осындай шырша тәріздес гүлдерді үйде өсіретін болсақ, ол мәңгілікке үйімізде қалады. Күтімін, бабын тапсақ, ол жайқалып, бойы да өсе береді. Мен жақсы көретін гүлдердің қатарында міне пеле гүлі де бар. Осы гүлде композицияға керемет әдемі көрініс береді. Мынандай ерекше гүлдер бар ішінде. Барлығы да қызу жұмыс үстінде. Адамдарға қуаныш сыйлайтын осындай орынды өзім жақсы көремін. Ал мына флорариумдарға арналған шыны вазының ішіндегі мына бір көрініс, ертегі әлемінің көрінісі, атақты Герда мен Кай туралы ертегілердегі эпизодтан белгі береді бізге. Қандай әдемі, қараңыздаршы. Әппақ қар, әп-әдемі мөлдіреген сұлулық бойына тұнған қыстың көріністері, бала да, естияр адамдарда әппақ қарды көргенде, алғашқы қарды жауғанын көргенде бәріміз де қуанамыз ғой. Ал мына бір көріністер енді керемет әдемі. Қымбат достар, Әлия әлемі каналы бүгін міне Саюри гүлдер салонындағы жаңа жыл алдындағы әдемі әсермен сіздермен бөлісті. Менің каналым ұнаса, тұрақты көрерменім болып, каналыма жазылып, пікір алысып отырғандарыңызға рахмет айтамын. Сау саламатта болыңыздар.